Сәлем достар, мен қонақ күткен кезде үнемі жасайтын салаттарымның бірі. Соны бүгін сіздерге осындай видеоролик ретінде жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге кабачок керек, панировочный сухари, ұн, жұмыртқа, тұз, фетакса сыры және чеснок қажет. Алдымен достар, кабачокты осылай ұзын жұқа етіп турап аламыз. Одан соң ұнға бірінші батырып, одан кейін кішкене тұз себілген жұмыртқаға осылай айналдырып алып, одан кейін панировочный сухариға осылай айналдырамыз да біздің ыдысымызға сала береміз. Оны пешке пісіріп аламыз. 210 градуста 15-20 минутта пісіп дайын болады. Достар, осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Біздің енді кабачокты 210 градусқа 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Достар, біздің пеште кабачок дайын болам дегенше фетакса сырды осылай қалың соломкай қылып турап дайындап аламыз. Одан кейін достар, 3 штук чеснокты алып, осылай майонезбен араластырып, чеснокты әрине ұнтақтап аламыз. Одан соң майонезбен араластырып, дайын болған кабачогымызды аламыз, майонезімізді жағып, одан кейін салатный лист, помидор, бір фетакса сырын ортасына саламыз да осылай роллы жасап, рулет орайтын боламыз. Достар, өте тойымды салат. Бір кусогын жесең де тоятындай салат достар. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны тек қана кабачокпен емес, сонымен қатар баклажанмен де жасауға болады.